Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен тефтелидің дұрыс пісіру құпиясымен бөлісемін. Тефтелилеріміз шашылмай өте керемет болып піседі. Ендеше бастайық. Ең алдымен 300 граммдай тартылған сиыр етіне ұсақтап туралған бір дана пиязды саламыз және оның үстіне жартылай піскен 50 граммдай күрішімізді саламыз. Одан соң дәміне қарай тұзымызды, бұрыш және мен міндетті түрде кориандр қосамын, бір ерекше дәм береді. Соның барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Және араластырып болған соң, міне осылайша қолымызбен алып, бір-біріне осылайша ұрғылаймыз. Сол кезде тефтелилеріміз бір-бірінен шашылмай өте керемет болып шығады. Осылайша бір 2-3 минуттай ұрғылаймыз. Содан соң қолымызбен алып, тефтелидің көлемімен осылай шариктер жасап шығамыз. Барлығы дайын болды. Енді зажаркасын дайындаймыз. Ол үшін бір дана пиязымызды ұсақтап турап дайындап аламыз. Және де достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Лайк басып, өздерінің пікірлеріңізді қалдырып, және арнамда басқа да тағам рецепттері шыққан кезде ең бірінші көру үшін қоңыраужаны басып қойыңыздар. Міне осылайша пиязымыздың барлығын турап болдық. Енді келесі кезекте бір орташа сәбізімізді алып, осылайша үкіштің ірілеу көзінен өткізіп дайындап аламыз. Қызып тұрған табағымызға күнбағыс майын құямыз және ең бірінші пиязымызды 3 минуттай сары түске дейінше қуырып аламыз. Және де оның үстіне үкіштен өткізілген сәбізімізді салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Бір ас қасықтай томатымызды және де қатырылған соустарымызды саламыз. Дәл осы қатырылған соустардың рецепті менің каналымда бар. Видеоның соңына описание бөліміне осы рецепттің ссылкасын қалдырамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, бір ерекше дәм беріп, тағамыңыз одан сайын нәрлене түседі. Барлығы қуырылып болған соң, қайнап тұрған ыстық судан немесе салқын суда құйсаңыз да болады. Бір стакандай құйып, барлығын араластырып, дәміне қарай тұзын салып, бұрышын салып, қақпағын жауып, толықтай қайнатамыз. Қайнап болған соң, міне осылай қайнап жатқан уақытта біздің тефтелилерімізді алдын ала ұнға аунатып аламыз да, барлығын осылайша біркелкі етіп жайғастырып шығамыз. Міне осылайша 2-3 минуттай қуырылғаннан кейін осылай келесі бетіне аударамыз. Су толықтай батып тұруы тиіс. Міне барлығын аударып шықтық. Енді бетін жауып, баяу отта 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Сол аралықта біздің картоптарымыз пісті және түбіне кішкене ғана су қалдырдым, көріп тұрғандарыңыздай. Оның үстіне 82% міндетті түрде 40 граммдай сары май салам. Тұз, бұрышын дәміне қарай салып, барлығын жақсылап осылайша езіп шығамын. Картоп пюресі дайын болады және қалауларынша сүт қоссаңыздар болады. Мен тек қана сары майды ғана қостым. Міне осылайша гарнирімізді, тефтелиімізді барлығы дайын болды. Енді дастарханға ұсынамыз. Ол үшін тәрелкемізге алдымен пюремізді осылай жақсылап әдемілеп орналастырамыз. Міне тефтелилеріміз өте әдемі болып пісті, ешқандай шашыраған жоқ. Өз формасын сақтап тұр. Мен пюренің қасына тефтелилерімізден салып, подливасын барлығын құйып, бетіне ас көк сепсеңіздер болады, немесе осылай бір өзін қойсаңыздар да болады. Өте керемет кешкі ас. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.